Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін ерекше дәмді, жып-жұмсақ болып шығатын тоқаштарды жасаймыз. Алдымен жылы сүт қажет болады бізге. Оған ашытқыны, қантты, кез келген пайыздағы қаймақты қосып, жақсылап араластырамыз. Ашытқының көтерілгенін күтпейміз, аздап ұнымызды саламыз, массамыз қоюланғаннан кейін сұйық майымызды қосып араластырамыз. Бізде жып-жұмсақ қамыр шығады, 1 сағатқа оны көтерілуге алып қоямыз. Кез келген формада қызарып жесеңіздер болады. Бүгін мен арасына сгущенканы салдым, шоколадты да қоссаңыздар болады. Осылай әдемілетіп түйіп, бетін жауып, 10-15 минутқа көтерілуге алып қоямыз. Мінеке, біздің тоқаштарымыз әдемі болып көтерілді. Сап-сары болу үшін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, 180 градуста 25-30 минут пісіреміз. Тоқашымыз дайын, ас болсын. Рецепті сақтап